Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін бізде 84-ші сабақ өрнектердегі амалдардың орындалу реті. Сен өрнектердегі амалдардың орындалу ретін анықтауды үйренесің. Өрнектердегі амалдардың орындалу ретіне қара. Үлгі. 17-ге қосамыз 8-ді, азайтамыз 10-ды. Әуелі 17-ге 8-ді қосып аламыз 25, 25-тен 10-ды азайтамыз, тең 15 болады. Келесі 80 азайту жақша ішінде 90 азайту 20. Бұл жерде алдымен жақша ішін орындап аламыз. 90-нан 20-ны азайтамыз. 70 қалады. 70-тен 80-ді алсақ 10 қалады. Келесі есеп 70-тен азайтамыз 20-ны жақша ішінде. Көбейту 2. 70-тен 20-ны азайтсақ 50. 50-ге 2-ні көбейтсек 100 болады. 45-ті 5-ке бөлеміз, көбейтеміз 4-ке. 45-ті 5-ке бөлеміз, алдымен бөлуді орындаймыз, сонан кейін көбейтуді. 45-ті 5-ке бөлсек 9, 9-ға 4-ті көбейтсек 36. Келесі есеп 4 бөлінген жақша ішінде 6 бөлу 3. Алдымен жақша ішін орындап аламыз, 6-ны 3-ке бөлеміз. Одан шыққан санға 4-ті бөлеміз. Тең 2 болады. 6-ны бөлеміз 2-ке, қосамыз 51. 6-ны 2-ке бөлсек 3, 51-ге 3-ті қосамыз 54. 6 көбейту 4 бөлінген 8. 6-ны 4-ке көбейтсек 24. 24 8-ге бөлеміз 3. 2-ні 2-ке көбейтеміз 4-ке. 2-ні көбейтсек 4. 4-ке 4 көбейтсек 16. 15 қосу 15 бөлінген 3. Алдымен бөлу амалын орындап аламыз, сонан кейін қосамыз. 15-ті 3-ке бөлеміз 5. 15-ті 5-ке қоссақ 20 болады. Жақшасыз өрнектерде жазылу ретіне қарай алдымен көбейту мен бөлу амалдары, содан кейін қосу мен азайту амалдары орындалады. Екінші есеп зерттеу. Амалдардың орындалу ретін анықта. Өрнектердің мәнін тап. 10 азайту 18 бөлінген 6. Алдымен бөлу амалы, содан соң азайту амалын орындаймыз. Тең 7. 2-ге қосамыз 8-ді, 8 бөлеміз 4-ке. Тең 8 4-ке бөлеміз, одан шыққан санды 2-ке қосамыз, тең 4 болады. 21 бөлінген жақша ішінде 26, азайту 19. Алдымен жақша ішін азайту аламыз, одан соң шыққан санды 21-ге бөлеміз. Тең 3 болады. 25 азайту 5, көбейту 4. 5 4-ке көбейтіп аламыз. Одан шыққан санды 25-тен азайтамыз. Тең 5 болады. Үшінші есеп амалдарды орынды. 400-ден 100-ді азайтамыз. 300, 300-ге 200 қоссақ 500 болады. Жақша ішін орындап аламыз. Алдымен 800-ге 100-ді қосамыз. 900, 900-ден 600-ді азайтсақ 300 болады. 18 бөлеміз 6-ға. 18-ді 6-ға бөлсек 3. 6-ны 3-ке бөлсек 2 болады. 27-ні 3-ке бөлсек 9. 9-ды 3-ке көбейтсек 27-ні өзі болады қайтадан. 9-ды көбейтеміз 2-ке. 18. 18-ді 3-ке бөлсек 6. 4-ті көбейтеміз 5-ке. 20. 20-ны 5-ке бөлсек 4 болады. Төртінші есеп теңдікте тура болатындай етіп жақшалар қой. 10-нан 2-ні азайтамыз, бөлеміз 2. 10 мен 2-ні азайтып аламыз 8. 8-ні 2-ке бөлсек 4 болады. 25 қосу 10 бөлінген 5, тең 27. 10-ды 5-ке бөлсек 2. 25-ке 2-ні қосып 27. 12 бөлінген жақша ішінде 3 қосу 3, жақша жабық тең 2. Алдымен жақша ішін қосып аламыз. 3-ке 3-ті қоссақ 6. 12-ке 6-ны бөлеміз 2 болады. Бесінші есеп қабырғалардың ұзындығы 6 см және 3 см болатын тік төртбұрыш сыз. Дәл үстіп сызып аласыздар. 6-шы есеп өрнектерді салыстыр. 40-ты бөлеміз 5-ке, 32-ні бөлеміз 4-ке. 40-ті 5-ке бөлсек 8, 32-ні 4-ке бөлсек 8, тең болады. 35-тен 16-ны азайтамыз 19, 7-ге 5-ті көбейтсек 35, 35 үлкен. 28-ді 4-ке бөлсек 7, 73-тен 68-ді азайтсақ 5, 7 үлкен болады. 24-ті 4-ке бөлеміз 6, 30-ды 5-ке бөлсек 6, яғни тең. 7-ші есеп есепті шығар. Дәріханада күніне 4 құтыдан дәрумендер сатылады. 3 күнде барлығы неше дәрумен сатылады? Бір күнде сатылған дәрумен саны 4-еу, күн саны 3-еу. 3 күнде сатылған дәрумендер саны қанша? 4-ті 3-ке көбейтеміз 12. 12 құты сатылды. 8-ші есеп амалдардың орындалу ретін анықтап, өрнектердің мәнін тап.
5-ті 3-ке көбейтеміз 15, 15-ті 3-ке бөлсек 5 болады. 27-ні бөлеміз 3-ке 9 болады, 9-ды 4-ке көбейтсек 36. Жақша ішінде 8-ге 4-ті қосамыз, бөлінген 3. 8-ге 4-ті қоссақ 12, 12-ні 3-ке бөлсек 4 болады. 36 бөлінген жақша ішінде 56, азайту 52. 56-дан 52-ні азайтсақ 4, 36-ны 4-ке бөлсек 9 болады. 9-ші есеп, суретке қара, кәмпиттердің бағасын анықта. Кәмпиттердің денсаулыққа пайдасы бар ма? Оймен бөліс. Көк бізде 40 теңге, жасыл 10 теңге болады кәмпиттің бағасы. Қызыл 30 теңге, сары 50 теңге, күлгін түс 20 теңге болады. Енді осыларды қосайық. 40-қа 20-ны қосамыз 60 теңге, 40-қа 30-ды қоссақ 70 теңге болады. 10-ға қосамыз 30, қосамыз 50 теңге, 90 теңге болады. Тігінен қосып көрсек 40-қа 40 80, 10 теңгені қоссақ 90 теңге болады. 30-ға 30-ың 60. 50-ге 20-ны қосамыз 70 болады. Сабағымыз осымен аяқталды балалар. Келесі сабақта кездескенше.